Сәлем достар! Кока-бика арнамызға қош келдіңіздер. Достар, барлықтарыңызды бүгінгі келіп жеткен жаңа жыл мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде жаңа жылға дайындық, қарбалас, қонақ күту, дастархан дайындау болып жатқан шығар, иә? Бір-бірлеріңізге қуана сыйлық сыйлап. Достар, видеоны әрі қарай көрместен бұрын біздің арнамызға жазылып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, бізді қуантып, қолдап кетіңіздер. Достар, кім жаңа жыл қарсаңында қандай сыйлық алды, кімге қандай сыйлық бердіңіздер, оны да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видео блогымызда сіздер жаңа жыл қарсаңында болып жатқан біздің үйдегі қызықтар, дастархан жасауға дайындық, және де басқа да қызықтарды көретін боласыздар. Бізде Қызылорда қаласында ауа райы деген өте керемет болып тұр. Мына қараңыздар. Күшті күн деген жарқырап тұр. Кәдімгідей дала деген жып-жылы ше. Бірақ тек бір носы бар да, бізде Қызылорда қаласында қар жоқ. Алдында бір рет қар жауды да еріп кетті. Қар жауғанда вообще күшті болатын еді. Ал онда кеттік. Жаңа жылға дайындығымызды бастаймыз. Конечно, бірінші очередь осы жаңа жылдың традиционный салаты оливьені дайындаймын қазір. Жаңа барлығын асып, дайындап қойған тұғым. Достар, комментарий қалдырып кетіңіздер. Кім оливье салатын жақсы көреді, ал кімге ұнамайды? Кім осы жаңа жылда асыға күтеді? Мысалға, мен өзіме жаңа жыл мейрамы ұнайды. Күшті подаркілер аласың, үйге шырша құрып, ойыншықтарын іліп. Күшті да енді ше. Еще далада қар болса, вообще күшті болады ғой. Ал сіздер ше дәл солай күтесіздер ма жаңа жылды? Или кәдімгі обычный күн сияқты өтіп кете ма сіздер үшін? Достар, барлығында комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызды міндетті түрде оқып, жауап беретін боламын. Самсалар. Ау жаным. Самсаларды саламыз да екеуміз, тарелкаларға. Жаңа піскен самсаларымызды тарелкаларға Аслан екеуміз салып қойып жатырмыз. Одан кейін сразу кешкісінің қамына кірісіп кеткенсің ғой. Жыла тұрап. Қазір кешкі тамаққа, ужинға мантыр жасайын деп жатырмыз, мама екеуміз. Мына жақта мантының қамырын илеп қойдым. Достар, ал сіздер ше жаңа жылда ужинға қандай тағам әзірлейсіздер, қандай тағам жегенді жақсы көресіздер, қандай тағам жейін деп жатырсыздар, комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Достар, әрбір видеомызға сіздерден максимальный поддержка күтеміз. Лайк, подписка жасап, комментарий жазып, бізді қолдап жүріңіздер. Енді мен қазір творожный пирог жасайын деп жатырмын. Так, біріншісі бұл начинкасы. Біз уже манты жасаудың қамына кірісіп кеттік. Мына жақта мама екеуміз жасап жатырмыз. Далаға да шықтық, магазинге бар жатырмыз. Фруктовыға бегім екеуміз. Түрі көрінбейді тұрсың ғой, қап қараңғыда.
далада свет жоқ. Мына қарасаңыздаршы, андай көп освещениелер жанып тұратын тұғын, что бүгін өшіп қалыпты. Олар да жаңа жыл тойлап кеткен ау деймін, освещенияларда. Бірақ погоданы енді айта алмаймын, күшті погода деген, жып-жылы, прям қыс емес, көктем сияқты ғой ше. Далада еще тем более қар жоқ, құп-құрғақ. Магазиннен үйге келе салып, на трендті көрейін деп жатырмыз. Дәл видеодағыдай мандарин жана ма екен, алып көреміз онда. Жанады екенсің менде. Болды. Широкта мінекей пісірікті, какая красота. Қараңыздаршы. Мантының да иісі қатты шығып жатыр, күшті, ароматный болып. Мына жақта шай қайнаватыр. Мен дастархан дайындап болдым. Қазір сіздерге дайындаған дастарханымды көрсетіп шығамын. Мінекей 4 адамға арналған дастарханымыз осындай болып жайылды. Пирогты жаңа өздеріңіз білетіндей қолдан жасадым. Самсан мама екеуміз жасады. Мінекей мясной салатымыз. Ыстық манты. Бүгінгі дастарханымыз осылай болып дайындалды, достар. Жаңа жылдарыңмен, құтты болсын жаңа жыл. Жаңа жылыңмен, Аслан. Жаңа жылдың жаңа бақыт әкелсін. Жаңа табыс келсін. Берекесіне келсін. Қара. Отбасыңызда тек бақыт,